Iya. Molda aqsı деген şariatта var mı? Yani oturыңыздар ағайындар, oturыңыздар. Molda ақысы деген нәрсе. Molda ақысы деген нәрсе бар. Мына кеше осы Ақтөбеде болған жағдайда да біраз әкімдер бұл молдаларға жала жапты. Интернетте hem көрдіңіздер, бұл молдалар сауатсыз, осы молдалардың арқасынан осындай, мынандай болды деген. Негізі молдадай патриот адам жоқ. Moldaday patriot adam жоқ. Себебі молдалар айлық алмайды, білесіздер ме? Молдалар айлық алмайды. Не сонда молда тоқалдан туылған ба не? Не молданың бала-шағасы жоқ па, молданың қарны жоқ па, ішпейді ме, жемейді ме, кимейді ме? Мен деген бар ба, осы органда істейтін болсын, әкімшілікте істейтін адам болсын, бір күн тегін істе десең өліп қалады. Бір күн тегін істемейді. Бір күн тегін істемейді, өліп қалса да істемейді. Мен 95 жылдан бері молдамын, мен айлық алмаймын. Менің өзім айлық алмаймын. Иншалла, міне қазір биылдан бастап осы молдаларға айлық береміз деп жатыр ғой. Молдаға беру керек айлық. Молдаға айлық бермеген екен, молда ақысын бересің да. О, анау сайрайтын не бір әншілер келеді мұса, үндемей бересің ғой, $3000. $3000 бересің ғой тойыңа. Еркек пен әйелді жабыстырып қойып, бір-бірімен құшақтасып, секірткен шайтанға $3000, $5000 бересің. Молдаға берген 500-іңді міндет қыласың ба? Кім айталады міне өсерде, бәрімізде жаназа болған. Жаназада бір молдаға 10.000 бердім деп айталатындар бар ма? Кім берген 10.000 теңге? Бар ма? Жоқ қой ондай. Берілмейді ғой ондайлар. Бірақ артық шақырғандарыңызды білеміз. Бересіз оған. O jigitler tavuğu basın, ana Kayrat Nurtası basın, sizin ana $100'ınıza kemeydi. Paşalıvan dedi, arjur dedi. Sen toy ötküzmeyek koy dedi. Bilemiz mi onların stavkısın? Bırak sizin canazanızda gelin molda çıkarat. Kança verdiniz? Kim aytat? Kança veres? Bir günü verecekler, ne ki okup çıkıp atsam? Bir-birine sıfırlap atır da kança verek de atır. Sizce biri ışık yaptı, bunlar amaydı. Met bir ne amaymış? Ake verdi adam ne? Sizce 2.000 tenge veriyor adam. Metim 2.000 tenge okumayayım diyor adam ne? Bir 10.000 tenge. Bir 10.000 tenge. Ne ki? Sen halalık koymadın mı ben? He? Aramga barasın $100 veriyorsun da aramga barasın 5.000 tek rakatka. He? $100 veriyorsun o yapar be. $100 vermesin o kalsın var onu tırnağında görsetmeysen onu. Sonuçta molda aksı degen nerse болады. Molda aksın beru gerek. Moldaga kança versin болады. Janaza var, neke var. Beru gerek moldalarga. Moldaga bergen 5 tengengdi sanama bırak. Arak şarap benen toyxanaga berip atsın, yerden soğan cevap veresin. İnşallah cevap veresin. Bırak moldaga bergen akşına cevap vermeysin. Moldaga az bergenine cevap veresin inşallah. Yerden Kuday soraydı, nege az verdin mınakan dedi de, nege az verdin mınakan. Mına bişaranın mına üyünde çöpülüp olacak bişaran, divanı yok, kresla divanı yok, mına bişaran diye bir sorarlar yerden. Sonuçta ağayınlar, molda aksı degenlerse bizden Kazak'ta aldığından var bunlarsa. Beri gerek. Halık moldanı aş koymagan. Allah subhanahu ta'ala bu moldanı aziz kılıp koyganda ya karış. Ana жерде oturat da molda. Birisi oturat. Kellani en birisi soğan aparat da.
Akim otursa akimge vermeydi ha işkim. İşkim akimge vermeydi na kellenci deyip de molda aparatta. Moldanı Allah aziz koygan koya. Tamaktın en tasasını berip koyat da karaş. Endi oğan akşa beredim olsa maşina aperseniz de болады. Aperiniz maşina. Mine köp yerlerde hazır bar moldalarga maşina aperip atkanlar var. İnşallah Allah berekesin versin. Assalamu alaikum musulmanдар. Мына видео лекциясында Абдуғаппар Сманов дүмшелігі менен өтірік айтып 200-ді болып отыр. Молданың ақысы деген жоқ, ешқайшан болған емес. Мен зарплат алмайым деп өтірік айтып отыр. Қалай зарплат алмайсың? Онда зарплат алмасаң, қалай өмір сүріп жатсың? Не деген ақымақ адамсың сен, Абдуғаппар? Не деген өтірікшісің? Неге Құдайдан қорықпайсың өтірік айтуға? Имамдар зарплат алмайды дейді. Қалай зарплат алмайды? Ана мешіттерінде тұрған ана үлкен жәшік құлып салынған, үлкен қара құлып салынған. Онда не қылып тұрған мешіттерінде? Әрбір квартал сайын онда бәрің жиналып, неге сол мешіттегі жәшіктеріңді ашып, ақшаны санайсыңдар? Әр квартал сайын егер зарплат алмасаңдар, зарплаттарының ақшасын анда-мында ұстайтын ақшаларыңды алып қап, мүфтиятқа проценттеріңді неге аударасыңдар онда? Неге өтірік айтасың? Не деген 200 адамсың сен? Сондай-ақ бұл неке жасағанға 10 мың теңге сұрадым деп ұялмай айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немесе сахабалар, немесе табииндер бәрі неке жасаған үшін ақша алып берді. Не деген сұмырай адамсың сен? Қойсаңшы, сайлай берген, десек сияқты бақырғаныңды. Ақылыңдар болса, Құдайдан қорқ, аузыңа ие бол. Сондай-ақ жаназа шығарғанға ақша беру деген қайдан шыққан нәрсе? Мұны Абдуғаппар сияқты дүмші молдалардың шығарғаны. Қашаннан бері мұсылмандар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және тағы басқалары жаназа шығарғанға ақша сұрап еді. Қашаннан бері имамдар ақша алсын деп айтылған хадистер шыққан еді. Оның бәрі өтірік нәрсе. Осы арамза молда дейді. Арамза молда деген осындай Абдуғаппар сияқты адамдарға айтылған термин. Осы арамза молдалар ақшаға сатылып Құдайдан қорықпай шайтанның сөзін сөйлеп жүрген адамдар болар. Ей, дүмші молда Абдуғаппар және басқа дүмші молдалар, жаназа шығару біле білсеңдер, мұсылманның парызы болып есептеледі. Марқұм болған мұсылманға жаназа шығару міндет. Сондықтан арамза молда болмаңдар, Құдайдан қорқыңдар, тағы да айтарым. Arak şarap benim toyxanaga berip atsan, yerden soğan cevap veresin. İnşallah cevap veresin. Bana moldaga bergen akşına cevap vermeysin. Көрдіңіздер ме? Қандай ақымақ адам, қандай топас адам оны, Абдуғаппар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтқан, муэдзиндерге ақша төлемеңдер деген, тегін істеу керек деген. Енді мұндай дүмші молдалар, арамза молдалар, арын, ұятын, дінін, иманын шайтанға ақшаға сатып беретін адамдар. Абдуғаппар өздеріңіз көргендей, Құдайдан қорықпайды, елді Құдайдан қорқыңдар деп отыр. Мұндай адамға қалай сенесіздер? Ұстаз деп мұны сыйлайтын адамдарға, ақымақ адамдар, сектанттарға айтарым. Тоқтаңдар, ойланыңдар, көріңдер. Қалай мұны ұстаз дейсіңдер мұндай адамды? Қалай мұның атынан жүресіңдер? Неге аз бердің мынаған? Мына бейшараның мына үйінде çöpülüp olacak bişaren, divanı жоқ, kresla divanı жоқ mına bişaren деп сұрал. Көріп отырсыздар ма міне? Мұндай ақымақ адамды мен кездестіремін деп ойламай бердім ешқашанда. Мына дүмші молда Абдуғаппар былайша айтқанда қайыршы болып отыр, қайырты деп отыр. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады, егер кімде-кім қайыршылықпен шұғылданса, Алла тағала оның жолын жауып тастайды дейді.